Алақай, менің тиктогым 100 мыңға жетті. Ең алдымен сіздердің қолдауларыңызға рахмет. 100 мың деген мен үшін тек қана бір сан емес, ол әрбір санның артында тұрған адамның сенімі, қолдауы, жылы пікірі. Бұл мен үшін үлкен бір жетістік. Жетістік деп отырғаным ол қаншама адам көріп, лайк басып кеткені емес, менің әңгімелерімді тыңдап, өмірлік сүру стилімді көріп, өзіне аларын алып, бір оң әсер беріп жатқаны. Маған ол күнде саналуан хаттар келеді. Қызым сен сияқты болып өссе екен, немесе кішкентай қыздар жазады, өскенде сіз сияқты болағым келеді әпке деп. Жастардың, кішкентай балалардың саған қарап бір үлгі алғаны мен үшін бір үлкен жауапкершілік. Қоғамда өзімді бір жауапкершілігі бір адам ретінде сезініп қаламын. Одан кейін видеоларыңыз қандай күшті, тоқтамаңызшы, тағы да көп видео түсіре беріңізші деген хаттар да көп келеді. Қандай адам жазып жатыр екен деп аккаунттарына кіріп қарасам, бір әдемі, күшті, сондай бір керемет қыздар жазғанын көріп, мотивация аламын. Мені қандай адамдар, қандай күшті адамдар қолдап жатыр деп. Одан бөлек сұрақтар да келеді. Шетелге қалай көшуге болады, қалай тұрамыз шетелде, не дайындық жасау керек, қандай документ дайындау керек, Стамбулдың қандай қызық жерлері бар деген сияқты. Одан кейін оқу туралы, университет қалай таңдаймыз, қандай жерлерден қарау керек деген сияқты. Осындай сұрақтардың біреуіне жауап берсе, біреуіне жауап беріп үлгермей жатамын. Осы орайды пайдаланып, 100 мыңды құттықтап, бір стрим жасап, онлайн кездесу жасамақшымын. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына жазып қалдырыңыздар. Ең деген 10-15 сұрақты жинап алып, Instagram, YouTube, TikTokта бірдей лайвстримге шығып жауап бермекшімін. Нақты уақытын тағы да бір бөлек айтамын, осы сұрақтар жиналсын, мен де сұрақтарға дайындай алайын, күйеуім де техникалық сұрақтарын шешсін, 3 платформада қалай бірдей стрим жасауға болады деп. Сөйтіп бір кездесейік. Айтпақшы, мына каналға жазылып кетіңіздер. Бәріңізді люблю, күтем.